армысыздар, арнада бақымы жаңалықтары. 19 қыркүйек күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ұйымдастыратын тіл тәуелсіздік тірегі студенттерді патриоттыққа баулу 10 күндігінің ашылу салтанаты өткізілді. Елбасымыз өз жолдауында Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне айналады. Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін. Сонда ғана қазақ тілі барша қазақстандықтардың жаппай қолданыс тіліне айналады деген болатын. Тіл жұрттың жаны, тілінен айырылған жұрт, жойылған жұрт. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту екенін қашанда халық қамын ойлаған ел зиялылары естен шығармаған. Филология факультетінің студенттері ұйымдастырып отырған Қазақстан Республикасының тілдері күніне арналған тіл тәуелсіздік тірегі атты 10 күндігіне елге танымал Ерназаров Жомарт Тілекқабылұлы, тіл басқармасының бөлім басшысы, Бексенғалиев Болат Өтеғалиұлы, халықаралық қазақ тілі қоғамының Батыс Қазақстан облысы филиалының төрағасы, Погодин Сергей Михайлович, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, халықаралық ғылым академиясының педагогика бөлімінің корреспондент мүшесі, профессор, Қазақстан халық ассамблеясының мүшесі сынды тілші ғалымдар мен қоғам қайраткерлері шақырылды. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі ол қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде шынаржақ азамат болады деп ғасыр жазушысы Мұхтар Әуезов айтып өткендей, тіл мәселесі бүгінгі таңда Алаштың абзал азаматтары назарынан тыс қалмақ емес. Шара барысында облысымызға танымал тілші, өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруіне зор үлес қосып жүрген тіл жанашыры Бексенғалиев Болат Өтеғалиұлына сөз берілді. Тіл қажеттілік дегенде осы мәселе ғой. Болашақ тілші маман ретінде сіздердің алдарыңызда тұрған үлкен міндет. Қазір кезеңде біз 25 жылы 95% қазақша сөйлейміз деп айттым ба жаңа? Елбасының сөзін айтып отырсың ғой. Ал қалай ғой, 25 жылда сөйлемеген халқымызды енді айналдырған бір 10 жылда сөйлете аламыз ба? Сөйлетеміз бе? Міне шынында да үмітсіз шайтан дейді. Мен жастарға сенемеген екен. Жастардың бойында үлкен бір жігер мен сондай алға деген сенім бар. Сөйлетерміз. Бірақ та мына Рабиға апай айтқан сияқты, менен атем деп сөйлеп тұрған қазақ емес, қазақ тілін барлық болмысымен, табиғи ерекшелігімен сақтасақ қана сөйлетеміз. Қазақстан Республикасының тілдері күніне арналған тіл тәуелсіздік тірегі тақырыбындағы студенттерді патриоттыққа баулу 10 күндігі өз жұмысын бағдарлама бойынша жалғастыруда. Осы күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, педагогика факультеті, дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Роза Набиевна Исполова мерейлі 50 жасқа толды. Роза Набиевна Мәскеу орталық Ленин ордені мемлекеттік институтын 1978 жылы үздік бітіргеннен бері университетте қызмет атқарып келеді. Ол университет қабырғасында қызмет атқарған жылдарда ассистент, оқытушы, аға оқытушы, деканның орынбасары, кафедра меңгерушісі сынды қызметтің түрлі кезеңдерінен өтті. 2002 жылдан бері дене тәрбиесі оқытудың теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарып келеді. Роза Набиеваның кәсіби педагогикалық қызметі арнайы пәндер циклын оқытумен байланысты. Роза Набиева жетекшілігімен жазылған студенттік ғылыми зерттеу жұмыстары республикалық студенттердің ғылыми жұмыстар конкурсында 2-3 дәрежелі дипломдармен марапатталды. Роза Набиеваның жетекшілік жасаған дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша БКМУ командасы дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі пәнінен 1-ші республикалық олимпиадада 2-ші орын, 2-ші республикалық олимпиадада жүлделі 3-ші орынды иеленді. 2002-2013 жылдар аралығында өзін-өз тану курсын енгізу бойынша республикалық тәжірибені өткізуге қатысып, аталмыш курс бойынша түрлі сертификаттарға ие болды. Өзін-өз тану курсы бойынша жүзеге асырған жұмыстарды үшін облыстық және республикалық көлемдегі алғыс хаттармен марапатталды. Роза Набиеваны мерейлі 50 жасымен шын жүректен құттықтай отырып, деніне саулық, жұмысына толағай табыс тілейміз. Апталық жаңалықтар легі осылай болды. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.